Сәлем барлықтарыңызға, бүгін біз осындай өте әдемі гүл жасайтын боламыз. 8 наурызға аналарыңызды қуантып жасасаңыздар болады. Ең алдымен бізге таяқшалар және гофрленген жасыл түсті қағаз, фоамиран және ыстық желім, үтік керек болады. Ең алдымен фоамиранды алып, оны формамен кесіп аламыз, яғни домалақ, кішілеу домалақ және орташа домалақ қылып. Осының барлығын үтікке күйдіреміз. Үтікке күйдірген кезде ол майысып, гүлдің күлтелері секілді болуы керек. Ал қазір болса біз гүлдің сабақтарын жасаймыз. Сабақтарын жасау үшін таяқшамызды алып, гофрленген жасыл қағазды оның сыртына ыстық желім арқылы жабыстыратын боламыз. Және де сабағын жасап алғаннан кейін оның жапырақтарын жасаймыз. Дәл осындай гофрленген жасыл қағазды кесіп, мөлшерде кесіп аламыз. Және одан жапырақтың формасын жасап, оны жаңағы сабаққа жабыстырамыз. Осылай жабыстырамыз. Ол өте иілгіш болып келеді, сондықтан жапырағын жасаған кезде осылай ашып аласыздар. Жасап болғаннан кейін ең кіші домалақ жасаған фоамиранымызды алып, осылай желімдейміз. Және де одан кейін 5-6 кіші домалақ фоамирандарды жабыстырғаннан кейін орташаға өтесіз. Орташадан кейін үлкейте бересіз. Яғни мен 3 формада жасадым, ол кішкентай, орташа және үлкен. Осылардың барлығын кезектесіп жабыстырып отырасыздар. Және де өте әдемі болып шығады. Осыны өздеріңіздің әпкелеріңізге, апайларыңызға, немесе өзіңіздің туысқандарыңызға, анаңызға ең басты сыйлап, оларды қуантсаңыздар болады. Және де қасына көптеген сыйлықтармен қосып берсеңіздер де болады. Негізі одан да үлкен фоамирандармен жасай берсеңіздер болады, өте әдемі болады. Оның мөлшерінде үлкейтіп жасасаңыздар тіпті әдемі болады. Немесе үйлеріңізге де көктем айы келді уже. Сондықтан үйлеріңізге сән ретінде қойып қойсаңыздар да болады, өте әдемі көрінеді. Сондықтан барлықтарыңыз жасап көріңіздер.
әртүрлі түстерде жасасаңыздар болады. Қызыл, күлгін түсте, негізі күлгін түсте және де ақ түсте өте әдемі көрінеді, және сәбіз түстерден де жасасаңыздар да болады. Мен өте көп қылып жасадым, яғни бұл мұғалімдер күніне. Міне өте әдемі болды. Барлықтарыңызға жасап көріңіздер деп айтамын. Және де менің осы видеома лайк басып, міндетті түрде комментарийға бағалап жіберіңіздер. Сау болыңыздар.